Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып Қазақстанның өсімдіктер әлемі. Оқу мақсаты: жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала құрастырып жазу. Тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану. Бірінші тапсырма: оқулықтағы Қазақстанның өсімдіктер әлемі атты мәтінді оқи отырып 5 сұрақ құрастырыңыздар. Ал енді біздің бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз анықтауыш. Сөйлемде зат есім не зат есім орнына жұмсалған басқа сөз таптарынан болған мүшелерді түрлі қырынан сипаттап тұратын сөйлем мүшесін анықтауыш дейміз. Мысалы, боз биенің үстіне шомылдырып, алдымызға астау-астау жал-жая қояр еді. Анықтауыштың сұрақтары: қандай, қай, және ілік септігінің сұрағы кімнің, ненің. Келесі тапсырма: оқулықтың 99 және 100 беттеріндегі сөйлемдерді аяқтаңыздар. Анықтауышты тауып, құрылысына қарай талдаңыздар.